Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ең оңай, қарапайым әрі тез дайындайтын чак-чак жасаймыз. Чак-чак дастарханның сәні. Чак-чак пен тиерлеп тепшіп шай ішкен қандай керемет десеңізші. Міне осы менің рецептіме қарап жасап көріңіздер. Видеоны қарамай тұрып, каналға тіркеліп, қоңырауша басып қойыңыздар. Ұнға 3 жұмыртқамыз салдық. Тестіміз әзір. Бұқтырып қоямыз. Енді елейміз оқтаудың көмегімен. Жайып жатырмыз. Ұн сеуіп, енді қазір кесеміз. 3 бөлікке бөлеміз. Жіңішкелеп осылай. Жіңішке кеспе сияқты. Кеспенің түрі сияқты етіп кесеміз. Жеп жіңішке болған, өте жақсы, әдемі чак-чактарым күшті болып шығады. Осылай тап осылай кессеңіздер, қыздар. Міне майымыз қайнады. Бір уыстан салдық. Шолпының көмегімен былғалап тұрамыз. А то тасып кетеді. Білесіздер, көбік болып көтеріліп кететін. Сондықтан да шолпының көмегімен былғалап тұрамыз. Кішкене сарғайса болды, түсіріп аламыз. Міне, уже әзір. Түсіріп алдық. Пісті бәрі, чак-чагымыз әзір уже. Мен 4 бөлікке бөлік-бөлік салып алдым. Қара üzümмен, сары üzümмен, арахиспен, ештеңе қоспай тек сгущенкамен былғап 4 түр чак-чак пісірдім. Жасап көрдім. Міне 2 қасықтан сгущенка саламыз. Жақсылап араластыруымыз керек, қыздар. Әрі жұмсақ, әрі тәтті, әдемі. Қара üzümмен чак-чагымыз әзір уже. Бір ыдысқа салып әзірлеп қойдық. Екіншісі арахис араластырдық. Бұған да 2 қасық сгущенка салып жақсылап араластырамыз. Менің өзіме сгущенкамен жасаған ұнайды. Ал енді біреулеріне медпен де жасауға болады. Өз қалауларыңыз білсін. Міне арахиспен жасаған тоже жақсы, керемет шай іштік, күшті. Тап осылай менің рецептіме қарап жасап көріңіздер. Енді сары üzümімізді қосып, тағы да 2 қасық сгущенка салып жақсылап араластырдық. Міне бәрі әзір бізде. Міне қыздар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Керемет, жалтырап, әп-әдемі, жеп-жіңішке чак-чагымыз. Üzümдармен өте күшті. Тәтті, дәмді. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.